Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осы Покердом сайтындағы тағы бір ойынды қарастыратын боламыз. Ол жерде де өзімнің тактикам бар, былайша айтқанда стратегиям. Соны сіздерге көрсететін боламын, қалай өзіңіздің ақшаңызды көбейтуге болатындығын. Енді қараңыздар, ең басты момент бізде осы экранда көріп отқан промокодты осы сайтта қолдана аласыздар. Ол сайтқа кіру үшін видеоның астында біз міндетті түрде сілтеме қалдырып кетеміз. Сол сілтемеге басып прямой осы сайтқа өте аласыздар. Міне достар, осы сайттың главный экраны, осы жерде бізде поиск бар. Бүгін сіздермен мина деген ойынды қарастыратын боламыз. Так, міне осылай жазылады. И мына жерде міне осы көк баннермен ойын. Осы жерге кіреміз достар. Қазір загрузка болып өтсін. Бәрін ойын барысында түсіндіріп айтатын боламын. Бұл жерде былай сөзбен түсіндіру кішкене күрделілеу болады. Ал енді қараңыздар. Ал міне қараңыздар, бұл жерде қалай ойнаймыз. Ставкамызды мысалы 2000 теңге деп қояйық. Бұл жерде енді әр ставканы өзіңіз өйстіп жазып отыру керек болады. Сәл ыңғайсыздау, бірақ енді болады былайша айтқанда ойнау. Ставка 2000 теңге деп қоямыз. Мына жерде минаны таңдаймыз достар. Осы жерде мысалы бізде өте көп мина бар. 20-ға дейін барады. Біз 7 деген таңдаймыз. 7 минаны таңдаймыз. Енді қараңыздар, ставка қоямыз да, біз ойынымыз басталады. Осы жерде біз өзіміз таңдау керекпіз. Минаға түс қалмау үшін мен деген қалай істеймін? Бірінші осыны, ең басында біріншісін и соңғы рядтағы біріншісін. Сонда деген бірінші рядтағы и соңғы рядтағы просто біріншілерді басамыз. Міне қазір көреміз. Так, сәтті. Ал міне 3800 теңге біздің тұсымыз. Осылай обналичить деген басасыздар. Міне мина қай жерде тұрғанын көруге болады осы жерден. Енді біз тағы да осылай ұтқан жағдайда біз ставкамызды өзгертпейміз. Ал мысалы минаға түсіп жатқан жағдайда біз ставкамызды 2 есеге көбейтеміз. Міне мысалы 7 мина қайтадан біз ставкамызды қоямыз. Енді ойнап көреміз осылай. Біріншісі және мына жерден де біріншісін таңдаймыз. Міне минаға түсіп тұрмыз достар. Енді бұл жерде біз ставкамызды өзгертеміз. 4000 теңгеге, то есть 2 еселейміз. Ставкамызды қоямыз. Так, ал енді таңдаймыз. Қайттан біріншісін и мына жерден біріншісін. 7600 теңге ұтысымыз, обналичить дегенді басып, өзімізге ақшамызды алып аламыз. Міне плюс 7000 теңге достар, өте жақсы. Енді біз ұтқан жағдайда ставкамызды қайтадан өзгертеміз 2000 теңгеге дейін. Начально мен 2000 теңге деп таңдадым, сол үшін бастапқы осыған қайтарамыз. Мина 7 мина деп тұра береді, постоянно өзгертіп тұрады достар. Біз қайтадан ставкамызды қоямыз да, дәл солай қайталай береміз. Міне бір. Мына жерде минаға түсіп қалдық достар. Значит, біз келесі раундқа 4000 теңгеден қоямыз да. Дәл солай, сол екеуін ғана таңдай бересіздер. Ешқандай өзгеріссіз. Мына жерде бірінші мина сразу түсіп отырмыз. Енді біз 8000 теңгеден апарамыз. Так, міне 8000 теңге ставканы қоямыз. Дәл солай біріншісін, соңғы раундтан біріншісін. Міне достар, 15000 теңге ұтысымыз. Обналичить дегенді басып, өз суммамызды алып аламыз. Келесі раундқа ұтқан жағдайда қайталаймын. Бастапқы ставкаға қайтарамыз. 2000 теңге ставкамызды қойдық. Ал, міне, дәл солай ойнаймыз. Шыққандай өзгеріссіз достар, бәрі өте оңай. 3800 теңге ұтысымыз. Өзімізге алып аламыз соны. Өте жақсы. Ставка өзгермейді. 2000 теңге біз себебі ұттық өткен ойында. Тағы да осылай ойнаймыз. Минаға түсіп тұрмыз, өкінішке орай. Бірақ біз мұңаймай тағы да көбейтеміз ставкамызды 4000 теңгеге дейін. 4000 теңге қойдық. Ал, ойнаймыз. Оп. И ай-ай-ай, тағы да минаға түсіп тұрмыз достар. Ертеңпейді, тағы да ставкамызды 2 еселейміз. 8000 теңге ставкамызды қойдық. Ал, так, тағы да ұтылып тұрмыз. Біз бұл жағдайда енді көбейтеміз. 16000 теңгеге дейін барамыз уже. 16000 теңге. И өзгеріссіз дәл солай сол миналарды таңдаймыз. Біріншісін. Мына жерде. Ұтысымыз 30000 теңге достар. Бәрі өте оңай көріп тұрғандай. Міне 203 мың бізде қазір баланста. Біз ұтқан жағдайда айтып өткенде 2000 теңгеге қайттан ораламыз. Енді сіз
кез келген сумма қоя аласыздар. Бұл 2000 теңге деген заңдылық емес, өзіңіздің қаражатыңызға қарай 5000 теңгеден бастап ойнасаңыздар да болады. Бірақ енді біз өткен раундта ұтылдық достар, сол үшін 4000 теңгейін көбейтіп ставкамызды қоямыз. Ал ойнап көрейік. Біріншісі сәтті, екіншісі тоже сәтті. 7600 теңге ұтысымыз біздің копилкаға кетеді. Так, келесі раундты 2000 теңгеден бастайтын боламыз тағы да. 2000 теңге алып кетті ставкамыз. Так, қойдық. Біріншісі сәтті, екінші сәтсіз болып қалды. Ештеңе етпейді. Ставканы өзгертеміз 4000 теңгеге дейін. Так, осы жолы бола ма екен? Ең біріншісінде мина тұр екен. Мына жерде де болып тұр. Жақсы, біз 8000 теңгеге апарамыз да, тағы да осылай. Мина өзгермейді достар. Осылай 7 болып қала береді. Ставкамызды қоямыз. Дәл солай біріншісін, екіншісін и өзіміздің 15000 теңге плюс аламыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Азайтамыз ставкамызды ұтқан жағдайда. Так, ал қойдық. Қайттан көрейік. Дәл солай. Сәтті. Блин, минаға түсіп қалдық. Ештеңе етпейді. 4000 теңгейін апарамыз. Так, бәрі өте оңай достар. Бірнеше рет қайталап көрсеттім. Естеріңізде қалды деген үміттемін. Мына жерде де екіншісіне минаға түсіп қалдық достар. Бұл жерде біз қайтадан 8000 теңгеге апарамыз. Ставкамызды қоямыз. Так, біріншісі және екіншісі 15000 теңге плюс. Достар, қазіргі сәтте 207 теңге біздің баланста. Өте жақсы нәтиже. Так, қайтадан бастапқыға барамыз. Себебі ұттық біз өткен раундта. Дәл солай, осылай қайталай бересіздер. Мына жерде екеуінде де мина болды енді. Ұтуға шанс жоқ болды былайша айтқанда. Так, 4000 теңгейін апарып көрейік. Осы жолы бола ма екен? Бар. Екіншісінде де мина тұрыпты. Ештеңе етпейді. 8000 теңге апарамыз. 8000 теңге ставка қойдық. Ал мынада ұтып тұрмыз 15000 теңге плюс достар. 208 бізде баланста қазіргі сәтте. Қайттан 2000 деп жазамыз. Так, ставка. Алып кеттік. Сразу минаға түсіп тұрмыз. Ең біріншісінде. Бұл енді кішкене сәтсіздеу болып қалды. Бірақ біз мұңаймай 4000 теңгені қойып, дәл солай ойнап көреміз. Сәтті. Екінші сәтсіз болып қалды. Тағы да біз 8000-нан өте жақсы ұтып тұрмыз байқағандарыңызды. Қазір көреміз, осы жолы бола ма екен. Болмаса 16000-ға дейін апарамыз. Так, біріншісінде мина тұр екен. Жақсы, мына жерде де мина болып көріп отқандай. 16000-ға дейін апарамыз, значит. Так, ставка қойдық. Ал. Өте сәтті шықты. 30000 теңге плюс достар. Баланста бізде 209 қазіргі сәтте. Так. 2000-ға дейін апарамыз. Так. Ал. Сразу мина. Так, өкінішке орай бірінші біздің рядта минамыз тұрды. Ондай жағдайда біз 4000-ға дейін апарамыз. Ал 4000 теңгемен көрейік. Біріншісінде қалай екен? Біз таңдап отқан жерлерде мина болды. Значит, 8000-ға дейін апарамыз. Ал ставка қойдық. Осы жол қалай екен? Сәтті. Мынау сәтсіздеу болып қалды. Екіншісінде мина тұр екен. Онда 16000 теңге ставкамыз қоямыз. Так, 16000. Так, осы жол қалай барады екен? Ал таңдап көрейік. Сразу баса берсеңіздер болады. Бұл жерде күтудің қажеті жоқ. Міне достар, 30000 теңге плюсқа шығып тұрмыз. Жақсы. Өте жақсы. Бірақ енді сумма сәл ғана өзгерді. Былайша айтқанда 437 теңге. Бірақ енді тактика осылай жұмыс жасайды. Кішкене шыдамдық керек бұл жерде. Ұтқан жағдайда начальный осы 2000 теңгемізге қайтып ораламыз. Ставкамызды қойдық достар. Ал біріншісінде өкінішке орай мина тұрды бізде. Жақсы. Біз онда 4000 теңгеге қайтып ораламыз. 4000 ставканы қойдық. Ал бар. Бұл жерде де бар. 7600 теңге плюс достар.
өтіп тұрмыз, 211 мыңға дейін көтерді. Өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Біз 2000 теңгеге ораламыз қайтып. Так, ставкамызды қояйық. Ал көрейік достар сіздермен. Бар. Екіншісінде мина болды, өкінішке орай. Міне достар, қазір сіздермен соңғы ставканы қойып көрейік. Бұл енді жай ғана. Өте жақсы, соңғы ставкамыз ұтыспен аяқталып тұр. 200, былайша айтқанда қанша? 10 мың теңгеге көтеріп отырмыз достар. Өте жақсы, максимально 211 болды бізде сіздермен бірге осы видеода. Ал басында біз қойып бастағанда мен ойымша бір 191 мыңдей болған. 190 мыңнан 211 мыңға дейін апардық. Өте жақсы. Осы тактиканы, осы стратегияны дәл осылай қолдансаңыздар да болады. Бірақ өзіңіздің ставкаңызды қойсаңыз да болады. Ол 5 мың теңге болуы мүмкін. 7 мың, 1 мың теңгеден бастасаңыздар да өзіңіздің қаражатыңызға қарай. Дәл осылай қайталаудың қажеті жоқ. Бірақ мина обязательно түрде 7 минада тұрады. Ставканы қойғанда ұтқан жағдайда өзгеріссіз, ұтылған жағдайда 2 еселейсіздер. Енді бәрі түсінікті, бәрі өте оңай. Тем более сіздерге қазір қалай ойнау керектігін көрсетіп өттім. Осы PokerDom сайтына сілтеме арқылы өтіңіздер. Сол жерде видеоның басындағы промокодты қолдана аласыздар. Баршаңызға сәттілік достар. Сау болыңыздар.